Connection established. Oyunumuzda қорытындылау үшін жалпы тарапшыларға сөз кезегі керек. Ашық айтқысы келмейді, немесе жасырып жүреді, іште қысылып, соңында өзіне деген қол жұмсау деген сияқты фактілер орын алуы мүмкін. Сол себептен сенің жәшігіне өз ойларыңызды ашық айту үшін сіздерге кеңес береміз. Ал ендеше бүгінгі бағдарламамызға келген барша сарапшыларға, ата-анаға, оқушыларға, өз ойын ашық еткізген барша оқушыларға көп рахмет айтамыз. Бағдарламаға біз ашық айтамыз бағдарламасына келгендеріңізге көп рахмет. Ақшалмайды, ал үшіншісі сенің жәшігіне байлайды. Біз бұл мәселені неге көреміз? Бұл мәселеде біз бір мәселенің артынан бірнеше мәселені туындап отырғанымыз. Яғни бір ғана әлеуметтік бірнеше баланы өміріне балаша отқанға қоятынымызге. Яғни оңай жолмен келген ақша соңында өтірікке апарып соғады. Ал бір өтірік бірнеше өтірікке байқайтын болсаңыз, оған қандай шаралар қолдандыңыз? Мен басыма бұндай әлімжеттік өтпеген, және де бірақ басқа жақтарға, басқа мектептерге барған кезде менімен қатарлы балалардан осындай әлімжеттікті байқадым. Бұл проблеманың басты нүктесі, яғни бірінші тәрбие деп ойлаймын. Өйткені қайсы тәрбие алынған немесе тәрбиесіз адам болатын болса, онда ол міндетті түрде басқа қолдануын көреді, немесе оның жаңағы ақшасы. Жаңа оқушымыз айтып кетті, ол тәрбиеге байланысты, ортасын қалыптастыруға байланысты деп өте дұрыс айтып жатыр. Зорлық-зомбылықтың көбеюі ата-анаға да байланысты көбінесе. Үйде баланың қараусыз қалуы, ата-анамен ашық сөйлеспеуі, қызы мен ананың сырлас болмауы, осының бәрі отбасыдан болады. Егер қыз бен анасы жақсылап сөйлесетін болса, ол зорлық-зомбылық оқиғасы сәл болса азаяды. Қазіргі құқық бұзушылық және де балаға әлімжеттік көрсету, біреудің жеке құқығына, жеке басына байланысты психикалық және моральдық басты мәселенің біреуі деп ойлаймын. Сондықтан да шынында да біздің жасөспірімдердің арасында, балалардың арасында осындай мәселе бар екені шындық. Оқушылар керек тақырып қозғалып отыр. Шынында зорлық-зомбылықтың ең алғашқы факторы мектепте кездеседі. Бұл кішкене оқушылардан әлімжеттілік көрсетіледі. Бұл жерде сіздер заңды білмеу, ол заңнан ашықтап емес мәселе. Және де заңға ие болған азамат қолданама заңды. Енді бұл жерде сіздерде енді комментарий болмағаннан кейін сіздер заңды тұлғаларды атандырасыздар. Солар жауап береді. Бірақ ол қай уақытқа дейін? 16-18. Содан кейін қайтадан мысалы ретінде алып болсақ, ана жерде сіздер көрсетілген бейнебаянда жанындағы балалар айтып қалған жағдайда жанындағы балалар да соған бірге қосымша 3 жыл мен 5 жыл арасында алып келді. Ол біздің қазір қылмыстық кодексінде 320 мен 220 баптарда қарастырылған.